Абайдың 6 қара сөзі. Қазақта мақал бар: өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік. Әрине, кейбір адамдар бұған сенбейді. Бірлік деген ол өтірік нәрсе дейді. Ыбырай Алтынсариннің мына бір әңгімесі бар. Бір бала есіктің алдын қардан тазалап жатқанда, екінші бала келіп оған көмектеседі. Кейін бірінші бала енді екінші баланың есіктің алдын істеу керек, рахмет ретінде. Сөйтіп, екінші баланың үйін істеп жатқанда, кейін үшінші бала келеді. Үшінші бала да үйтіп солар сол үйді тазартып жатады. Кейін сол енді рахмет ретінде үшінші баланың да үйін тазалау керек. Сонымен оның да үйін тазалайды. Осылай кете береді. Әрине, кейбір адамдар ойлайды, бірлік деген ол өтірік нәрсе. Бірлікпен ол әңгіме көбейеді және де іс көбейеді дейді. Рахмет ретінде біреуге арнайы сондай беру керек. Мысалы, кейбір адамдар бірлік істейді. Бірлік болғанда біздің сыныпта бірлік болады, тағы да басқа да байларда бірлік болады. Кейбір адамдар ойлайды, байлар бірлік дегеніміз ол малды ортақ ұстау, дәулет үйді ортақ ұстау, ақшаны ортақ ұстау, бір сөзбен айтқанда тамақты да ортақ ұстау, үйді де ортақ ұстау, бәрін ортақ ұстау деп ойлайды. Әрине, бірлік дегеніміз ол ортақ ұстау емес. Бірлік деген ол бірігіп жұмыс істеу, яғни бір-бірімізге сыйластықпен қарау. Бірақ та қазіргі таңда ешкім бір-біріне бірлік жасамайды. Иттік жасап кетеді. Мысалы, осы жайтта осы біздің ауылда болған. Бірде осы екі бай ортақ ұстаған өздерінің ақшаларын. Кейін бір күні екінші бай өзінің бүкіл ақшасын сол малға жібереді. Малға береді, ал бірінші бай бар болғаны аз ғана ақшасын осы малға жібереді. Кейін әйтеуір үстіп малдарын көбейтіп домалатып кеткенде, бір күні олардың малдарын бәрін қасқыр талап кетеді. Кейін сонда екінші бай қатты қиналады, өзінен өзі қиналып, уайым қайғымен, менің қаншама ақшам осы малға кеткен еді ғой деп, қанша ашуланып, өздерінше барлық заттарды тарсылдатып қойып, солайна ашуын шығарады. Ал бірінші бай өз ақшасын, енді оның кішкене ақшасы ғана кетті ғой. Сондықтан да ол ешқандай да ашуын шығармай, тыныш қана өмір сүре береді. Біз осы ауылда, осы оқиғадан кейін ешқайсымыз бірлік дегенді ұмыттық, тірлік дегенді де ұмыттық. Тек өз ісімізбен әрқайсымыз жүре береміз. Бізде қазақта бірлік деген нәрсе жоқ. Сонда бұл біздің қазақтың еңбексіздігі ме, әлде бірліксіздігі ме?